мен қазір көп бір таңғалатын нәрсем, бізде ән мен өлеңді шатастыратын адамдардың жаңағы сен осындай өлең айтады екенсің ғой дейді. Мен өлеңді айтпаймын, мен өлеңді оқимын, мен ән айтамын. Өлең деген жаңағы стихотворение. Қар өлең. Бізде жаңағы өлең десең тақпақ деп айтады да. Тақпақ ол балалар жаттайтын нәрсе. Ана өлең ол үлкен туынды шығарма, поэзиялық шығармалар, ол Мұқағалилар, олар Шөмішбай Сарилар, олар Исраил Сапарбайлар деген сияқты осындай біздің енді қазіргі буын, мына Серікзат Дүйсенғазиндар, мен жұмыс жасап жатқандарды атап өтіп отырмын, Қалқаман Сариндар, олар Назира Бердалылар, Талант Арынғалилар деген сияқты. Осындай керемет біздің ақындарымыз бар, Құдайға шүкір. Соны дәріптеп, соны сондай сапалы, сондай керемет, сұлу, ешқандай әлемдік поэзияға дес бермейтіндей, олардан биік болмаса олардың кем түспейтін сондай шығармаларды өз бойымызға, өзіміз арқылы біздің ұрпағымыздың бойына сіңіруіміз керек.